Азға қанағат ет, сонда мұқтаж болмайсың. Қызғаныштан арылыңыз, сонда сіз тыныш боласыз. Аз сөйлейтін адамның ойы кемел болады. Өзің жасамасаң, жақсылыққа тапсырыс беруші болма. Жамандыққа тойтарыс берме, егер сіз мұны өзіңіз жасай алмасаңыз. Уәде етілген нәрсені талап етпеңіз, егер өзіңіз де жасамасаңыз. Үнемдеу ең жақсы байлық. Кім өтірікті біліп, одан сақ болса, сол жеңеді. Қартайғанда ата-анасын тастап кеткен адам жәннатқа кірмейді. Өз отбасына жақсы болған кісі адамдардың ең жақсысы. Кісі өмірінің ұзақ болуын қаласа, туыстарымен қарым-қатынаста болсын. Адамның әрбір мүшесі таң атқаннан күн батқанға дейін күн сайын садақа беруі керек. Екі адамға әділ үкім беру садақамен тең. Жақсы сөз садақа. Күнә жүрекке зұлымдықтың әрекетке болуы және кеуденің ауырлығы. Әділдік бұл жан мен жүректің тыныш болуы. Адамдарға тек жақсы хабарлар беруге тырысыңыз. Олардың сізден алыстауына мәжбүрлемеңіз. Көре алмау сезімін жеңуге әрекет етіңіз. Себебі көре алмау егістерді алау отынан тұтатқандай тез жұтып жібереді. Дос болмаған адаммен кездесуді қаламайсыз. Бірақ онымен кездесіп қалсаңыз, сабыр етіңіз. Адамдарға жақын, ақкөңіл, сыпайы және оңай тіл тапсатын кісілердің әрқайсысы үшін тозақ тыйым салынған. Бір нәрсе істегіңіз келсе, оның салдары туралы ойланыңыз. Егер олар жақсыға келсе, оны жасаңыз, немесе жасаудан бас тартыңыз. Аллаға деген сенім әрбір баланың туылған уақытында болады. Оның тек ата-анасы ғана өзгерулері мүмкін. Бір жыл дұға жасағаннан гөрі, бір сағат медитация жақсы. Әйел адамды тек асыл ер ғана құрметтейді, арсыз адам ғана оны қорлайды. Еркектің ең жаман мінезі сараңдық пен қорқақтық. Бақытты күндеріңізде Алланы еске ал. Сонда ол да сіз қиналған кезіңізде сізді еске алады. Жақсылық басқа адамның жүзіндегі күлкіні оятатын іс. Жақсы көрген адамыңыздың жақсы көретін нәрселерін жақсы көріңіз.
Өлгендердің артынан әңгіме айтпаңыздар. Қалай болғанда да олар жасаған істері үшін жазаларын алған. Мастық барлық жамандықтардың анасы. Кім жақсылыққа шақырса, ол сол істегеніне сыйлық ретінде сыйақы алады. Адамның байлығы дүниесінің көптігінде емес, нағыз байлық жанының байлығы. Егер бауырыңызды жақсы көрсеңіз, оған бұл туралы айтуға асығыңыз. Бұл дүниеде үй иесі емес, қонақ болып өмір сүріңіз. Сабырлы болу керек, өйткені тақуалық асығыстықтан көрінбейді. Тамақ ішуге отырғанда тамақты есіңе ал. Кімді ақылды деп санауға болады? Көп жағдайда жоспарлары орындалатын адамды. Ең жақсы мақтау бұл сізге жақсылық жасамаған адамнан келген мақтау. Әрқашан артық жегеннен гөрі өз уақытта аз жеген жақсы. Судың көптігі егінге зиян келтіретіні сияқты, көп тамақ ағзаға зиянын тигізеді. Дұшпаныңнан жасырғаныңды досың айтпа, өйткені достық мәңгілік болатынына кепілдік жоқ. Адамның ғажайып табиғаты бар. Ол байлығының жоғалғанына мұңайып, өмірінің қайтарылмайтын күндерінің өтіп кеткеніне бейжай қарайды. Кешірім сұраудың ең жаманы өлім келгенде сұрау. Маған бәрібір дейтіндердің сиректіктің кемшілігі ол қиямет күндегісі. 200 адам Алланың алдында қолайлы емес. Кісі сүйген адаммен бірге болады. Адамның айыбын бетіне басудан сақ болыңыздар. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар, өйткені ол барлық жамандықтың кілті. Көп күлме, көп күлсең, шын сөздің де мәні кетеді. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып беріп, ізгілік жаса. Кеуде керіп, қыр көрсетуден сақтан. Алла тәкаппарларды жек көреді. Егер біреу сені ғайбаттаса, немесе жоқ айыптарды тағып қорласа, сен сонда да оның бар айыпты бетіне басып, кінәлама. Сонда күнәсі оған, сауабы саған. Екі кісі бір кісіден жақсы, үш кісі екі кісіден жақсы, 4 кісі 3 кісіден жақсы. Көпшілікпен бірге болғандарды Алла тура жолға бастайды. Екі түрлі адамға Алла қиямет күнінде рақым етпейді. Бірі туған туыстарынан мүлде қол үзіп кеткендерге, екіншісі жаман көршіге. Жау жағынан әлдекім өз жанына сауға тілеп келсе, оны өлтіруге болмайды. Әлде біреулеріңе қазылық тие қалса, ашу үстінде үкім шығармаңдар. Арызданып келгендермен тең, бірдей қарым-қатынас жасаңдар. Бір әулеттің сыйлы адамы болса, оны сендер де сыйлаңдар.
Кімді Алла сүйсе, соған пейілін білдіріп қойсын. Құрметті көрермендер, назарларыңызға рахмет. Видеоны лайк, комментарий қалдырып, каналға подписаться етейік. Қазақша контентті бірге дамытайық.